Қымбатты балақайлар, Қарағанды облысы Балқаш қаласынан Жандос Мағзумұлы Тусенов, Алиева Жанара Тұрсынбайқызы, Наргүл Төлеубайқызы Мұсылманбекова қазақ халық ертегілерінің бірі Құмырсқаның қанағаты атты ертегісін жолдайды. Ендеше балалар, құлақ түріп, зейін қойып, ертегі тыңдайық. Ертеде бір данышпан кісі болыпты. Ол кісі жан-жануарлардың, құрт құмырсқаның тілін біледі екен. Бір күні әлгі данышпан жолаушылап келе жатады. Жарты жолға келгенде ат шалдырып, демалып отырса, кішкентай бір құмырсқа дән тасып жүр екен. Оны жерден көтеріп алады да алақанына салып тұрып: «Қане құмырсқа, айтшы, дәнді қайда алып барасың?» деп сұрайды. «Илеуіме апарамын», дейді құмырсқа. «Оны қайтесің?» деп адам сұрайды. «Кейінге сақтап қоямын», дейді құмырсқа. «Көп жинайсың ба?» деп адам сұрайды. Құмырсқа өз шаруасының жайын былайша баяндайды. «Жаздай жұмыс істеп, жейтін азығымды жинаймын да, қыстыгүні қаннен қаперсіз тынығып жатамын». Данышпан құмырсқаны шыр айналдыра қарай бастайды. «Басың неге үлкен?» «Аз сөйлеп, көп ойлаймын». «Белің неге қылдырықтай?» «Қомағай емеспін». «Жылына қанша дән жейсің?» «Бір дән жеймін». «Соған қанағат етесің бе?» «Одан көп жесем, жер бетіндегі басқа құмырсқалар аш қалмай ма? Қанағат керек қой». Құмырсқаның ақылына, қанағатына, көрегендігіне сүйсінген данышпан оны сынап көрмек болады. Қорапқа бір дән салады да құмырсқаны соған қамап қояды. Сонан соң су тимейтін бір жайлы жерге орналастырады. «Бір жылдан кейін келемін, жейтін дәнің бар, қамсыз жата бер», дейді. Данышпан құмырсқаға ескертіп, осылайша құмырсқаның азықты қалай үнемдейтінін білгісі келеді. Бір жыл өткен соң, данышпан әлгі құмырсқаға қайта оралады. Өзі қойып кеткен жерден қорапты тауып алады. Құмырсқаның өлі тірісін білмек болып, қорапты ашады. Қараса, құмырсқа тірі екен. Қасына қалдырған жалғыз дәннің жартысын ғана жепті. Бұған таңданған данышпан: «Ей құмырсқа!» депті, мұның себебін білгісі келіп. «Сен жылына бір дән жеймін деп едің ғой. Мына дәнді неге түгел жемей, жартысын қалдырғансың? Не үшін сонша үнемдедің?» Сонда құмырсқа былай депті: «Айтқаның дұрыс, мен жылына бір дән жеймін, ол рас. Ал сен болсан, мені қорапқа салып қамап кеттің, сыртқа шыға алмаймын. Егер сен мені бұл қамаудан босатуды ұмытып кетсен, тағы да бір жыл қамауда жатуға тура келер еді. Бір дәнді түгел жеп қойсам, аштан өлетін едім. Соны ойлап қанағат еттім». Данышпан құмырсқаның шыдамдылығы мен тастай берік қанағатына қайран қалыпты. Оны қамап кеткенін, қиянат болғанын, азапқа салғанын енді түсініп: «Менің істегенім дұрыс болмапты, кешір», депті де құмырсқаны қамаудан босатып жіберіпті. Содан бастап данышпан қанағаттың қасиетін адам баласына үйреткен екен. Қанағат адамзаттың ең асыл қасиеті. Әрдайым қолда бар затқа қанағат етіп жүрейік. Осымен ертегіміз де өз соңына жетті. Алда әлі талай қызықты ертегілер сендерді күтеді.